Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Жалпы әдеттегідей аптаға жазып жүрсек, бірінші кезекте понедельникке назар аударайық. Жалпы қарайтын болсақ, понедельник бізде қалай ашылады? То есть пятница бізде уже бір окончательный точкаға жетті. И осыдан кейін, то есть месячный имбалансқа перекрытие жасады, осыдан кейін кішігірім шортқа реакция келеді. Получается, бізде астында дневной имбаланс пайда болады. То есть ол понедельник күнінен кейін, бірінші понедельникке назар аударайық. То есть бізде пятница күні имбалансқа перекрытие болған, и азиатский сессияда қандай ситуация болған. То есть ситуация бізде фракталға закреп бар, имбалансқа перекрытие, осы іште манипуляция, и дальше ары уже не болады. Получается, хайға закреп болады. Осыдан кейін, қазір бір минут кесіп тастайын. Младший таймфреймнен көрейік. Младший таймфреймге өтейік. Младший таймфреймге өткеннен кейін Лондонда қарастырсақ, Лондонда қандай ситуация болды? Жалпы после закрепа мен 30 минуттық имбаланстан сделка ашқан болатынмын. 30 минуттық имбаланстан сделка ашқан болатынмын. Өкінішке орай бұл сделкам не болады? Стоп. То есть стоп болып кетеді. Қараймыз. Лондонда перекрытие жасайды, и дальше уже сделка ашылады. И после этого не болады? Цена шортқа қарай кетеді. Хорошо. Понедельник бізде стоп болды. Келесі күнге назар аударайық. Келесі күнді қарайтын болсақ, келесі күн қандай ситуация? Жалпы бізде ликвидностьпен жұмыс жасайды, и жоғары жақта тоже ликвидностьпен жұмыс жасаған. То есть қандай да бір рейнжде тұрмыз. Сол себепті мен вторник күні сделка ашпауға тырыстым. Себебі екі жақта да снятие болғаннан кейін пока күнді пропускать етуге тырыстым. Хорошо, бізде Лондонда равный хайларды, то есть азиатский хай плюс ликвидность бар часовой. Осы екеуімен жұмыс жасағаннан кейін барып астындағы равный минимумдарға барып түседі. То есть мен именно осыларды шешкен күткен болатынмын. Және де после этого уже қарайтын болсақ кішігірім реакция кетеді. Хорошо. Жалпы вторник күнгі сделканы, то есть модели фодасын көрсетейін. Жалпы қандай модели фодалар болды, не болды, сонылардан қарайтын болсақ, бізде после ликвидность шешкеннен кейін 3 минуттық таймфреймге өтеміз. 3 минуттық таймфреймге өтеміз. И после этого не болады? Бізде ликвидность шешкеннен кейін моментально имті инвертировать етіп өтеді. И мына жақта бізде инверсияға тест жасағаннан кейін сделка кіруге болатын еді. Но мен жаңағы айтып кеткендей, не күттім? Полностью бір жақты шешкеннен кейін екінші жаққа жұмыс жасауға тырыстым. Сол себепті сделка қарастырған жоқпын. Осындай тамаша сделка алуға болатын еді. Хорошо. Давайте келесі күнге назар аударайық. Келесі күн бізде среда қандай ситуация болады? Среда бізде азиатский сессия өте агрессивный түрде көтерілген болатын, и мен уже мынау қайға закреп бергеннен кейін примерно осы часовой имқа перекрытие жасағаннан кейін дальше уже продолжение жұмыс жасаған кейін, но бізде перекрытие жасалынған жоқ. Получается, не болады? Ана жақтағы локальный имқа перекрытие жасайды. И осыдан кейін барып уже данный қайға закреп алады. Но сразу мынау ликвидность шешіп кеткенде Нью-Йоркты уже қарастыруға болатын еді. Получается, қалай айтсам болады, четкий подвижение берген жоқ, 4-часовой имбаланс бар етін, оған перекрытие жасаған жоқ. Получается, не істедік, пропускать еттік. Қарайтын болсақ, давайте модели фотосын қарайық. Қандай модели фотолар берді, қалай сделка кіруге болатын еді мүмкіндіктерді. 3 минуттық таймфреймге өтейік. Қарайтын болсақ, не болады?
Данный ликвидность шешілген күткен болатын Нью-Йоркта, но, к сожалению, Нью-Йоркта бізде шешілген жоқ. Локальный ликвидностьпен жұмыс жасайды, сол болады, и дальше ары қарай уже данный хайға дейін сделка қарастыруға болатын еді. Если біз былай кіретін болсақ, қанша R? То есть данный хайға дейін 2 R алып кетуге болатын еді. Но өкінішке орай сделка алынған жоқ. Давайте енді келесі күнге назар аударайық. Келесі күн қандай ситуация болды жалпы? Келесі күн мен айтқан болатын, что то есть закрытый серверде тоже айтқан болатынмын, данный 2 равно минимум шешілгеннен кейін лонг қарастырамын деп. Но получается Франкфуртта бізде ликвидностьтер шешілген жоқ. Сол себепті мен мына лонгты алған жоқпын, шорт тоже алған жоқпын. Пока полностью ликвидность шешілгенше, осын шешкеннен кейін барып основной движение алғым келген еді. Давайте енді модели фодан көрейік. Жалпы қандай модели фода болды. Қарайтын болсақ, Франкфуртта кірген адамдар болатын болса, онда бізде данный хай, данный часовой ликвидность, ол зона без убытка болу керек еді. После слома зажимать етіп, до часового ликвидности қанша R алып кетуге болатын еді. 2 R алып кетуге болатын еді. И после этого ликвидность шешілгеннен кейін сразу моментально не болады, моментально имт инвертировать етеді, и осы жерде тоже істеуге болатын еді, сделка қарастыруға болатын еді. Стопты данный хайға қойып, цельді данный ликвидностьқа қойып 4.75 R алып кетуге болатын еді. Но өкінішке орай мен бұл сделканы алған жоқпын. И плюс новости болды, после новостей қарастыруға болатын еді. Хорошо. Получается, после ликвидность шешілгеннен кейін мен не істедім? Данный имті инвертировать еткеннен кейін примерно обратный тесте осы жерде сделка аштым. Стоп данный ликвидностьқа қойылды. Цель пока свинг сделка болып тұр. Пока что данный хайларға дейін созылып. Пока что осындай ситуация. Часовой таймфреймге өтейік. Часовой таймфрейм и пятница күнге назар аударайық. Пятница күні қандай ситуация болды? Қазір пока что менде сделка осылай тұр. Көреміз. Пока біреуін осы жерде фиксировать етем, и қалған дальше ұстайтын боламын. Так, енді пятница күнге назар аударайық. Пятница тоже самый лонг, но пятница уже бізде банктер демалғаннан кейін мен ештеңе қарастырған жоқпын. Но қандай сделка алуға болатын еді? После ликвидность шешкеннен кейін барып, данный азиатский хайға дейін, и одан выше данный целлерге дейін сделка қарастыруға болатын еді. Енді давайте 3-минутный таймфреймге өтейік, и может быть нормальный не болады, сделка берген болар. После сломнан кейін обратно имқа перекрытие жасаған кезде сделка ашатын болсақ, стоп данный лоу қоятын болсақ, цель бізде пока 1.44R. Но данный сделка мен үшін әрі не алмайды, жетпейді. Сол себепті пятница торговать ететін күн болған жоқ. Жалпы апта керемет апта болды деп айта алмаймын. Лично мен үшін позиция көп ашылған жоқ. Но досконально түсіндіріп кеттім деген үміттемін. Түсінікті болса барынша қолдап, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер, және де реакциямен қолдап кетсеңіздер. Жалпы келесі видеода жолыққанша барлықтарыңызға аман сау болыңыздар, демалыстарыңыз сәтті өтсін.